сәлеметсіздер ме, құрметті кітапхана және желі оқырмандары. Биыл атаулы мерекеміздің бірі тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы. Осындай атаулы күндер аясында көптеген мәдени және рухани іс-шаралар өткізіліп жатыр. Осыған байланысты қастерлі тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына және ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесінің шеңберінде орталықтандырылған кітапханалар жүйесі 2021 жылғы 15-28 наурыз аралығында этникалық топтар өкілдері арасында «Мен қазақша сөйлеймін» акциясын ұйымдастырып отыр. Акцияны өткізуді орталық қалалық кітапханасы бастау алды. Қазақстан достықтың дархан ұясы. Қазіргі таңда 140-тан астам ұлт бар. Шаңырақ астында бақытты, бейбіт ғұмыр кешіп келеді. Қазақтың дархан даласын мекендеген кез келген ұлт өкілі өз ана тілімен қатар туған елінің мемлекеттік тілін қадірлеп құрметтеуі тиіс. Елімізде соңғы уақытта қазақша сөйлейтін өзге ұлт өкілдері айтарлықтай көбейгенде басты жетістігіміз. Бұл нағыз патриоттардың қазақ жеріне мемлекеттік тілге деген құрметі. Олар тек қазақ тілін ғана емес, халқымыздың салт дәстүр мен әдет ғұрпында құрметтейді. Ендеше мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруге баршамыз атсалысайық. Баршаларыңызды акцияға қатысуға шақырамыз. Здравствуйте, уважаемые читатели! В 2021 году в рамках празднования 30-летия независимости Республики Казахстан и Наурыз Мейрамы централизованная система города Павлодара проводит акцию с 15 по 28 марта «Мен қазақша сөйлеймін». В Казахстане под единым шаңыраком проживают более 140 национальностей и объединяет нас всех государственный язык. Поэтому каждый гражданин страны обязан знать и уважать его. За последнее время в Казахстане значительно увеличилось количество представителей других национальностей, говорящих на казахском языке. Мен Ференс Александра, ұлтым Молдаван. Мен қазақша сөйлеймін акциясын қолдаймын. Барлық Қазақстан халқын Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын, бірлігіміз жарасын. Дана Славында, Павлодар сервис және тамақтану колледжінің 1-ші курс студентімін. Ұлтым орыс. Биылғы жыл қазақстандықтар үшін ерекше жыл. Тәуелсіздігіміздегі 30 жыл елімізде өтіп жатқан қиындықтар халқымыздың бірлігін нығайта түсуде. Қазақстандықтар тіл мәселесін жақсартуға жаппай жұмылып кірісуде. Мен де өз тарапынан Павлодар қаласы кітапханалар жүйесі ұйымдастырып отырған «Мен қазақша сөйлеймін» атты акциясын қолдаймын. Барша қазақстандықтар Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Берекелі, мерекелі ел болайық. Бірлігіміз арта берсін. Мейрам құтты болсын.